Баршаңызға қайырлы күн, көрермендер. Сіздермен Гүлнұр, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кезекті сәтті рецепттерімнің бірі, яғни құрамына сүзбе қосылатын печеньенің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін арнамнан алыстамай, видеоны соңына дейін қарап, жасалу жолын тамашалаңыздар. Ал құрамына қосатын қажетті ингредиенттерді төменде описание бөлімінде толықтай жазып қалдырамын. Дәл сол жерге қарап жасасаңыздар болады. Бізге ең алдымен бір дана жұмыртқаның тек сары бөлігі қана қажет. Дәл осылай ыдысымызға салып, үстінен алдын ала өлшеп алған қантымызды салып, дәл осы қантымыздан кейін бөлме температурасындағы айранымызды құйып, венчигіміздің көмегімен осылай жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай миксердің қажеті жоқ, тек шанышқы немесе венчик болса болғаны. Келесі кезекте ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы массамыздың үстінен ұнымызды саламыз. Ұнымызды міндетті түрде осылай електен өткізіп қосқан жөн. Және де бір шай қасық қопсытқышымызды да ұнмен араластырып қосып аламыз. Алғашында бірігу үшін осылай қасығымыздың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қолымызбен жұп-жұмсақ, қолға еш жабыспайтындай жұмсақ қамыр илеп аламыз. Жасалу жолы ұнаса, міндетті түрде каналыма тіркеліп, яғни подписаться қара батырмасын басып, қасындағы қоңырауша белгісінде баса кетіңіздер. Және де лайктарыңызды аямай, өз пікірлеріңізбен де бөлісе отыруды ұмытпаңыздар. Салмасы үшін бізге кез келген пайыздық көрсеткіштегі сүзбе қажет. Оның үстінен қантымызбен бір дана жұмыртқаның сарысын салып, шанышқымыздың көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша езіп араластырып аламыз. Арасында ешқандай түйіршік қалып кетпейтіндей, қоймалжың массаға енгенше жақсылап осылай шанышқымыздың көмегімен араластырып аламыз. Келесі кезекте дайын болған қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп жуалап аламыз. Қамырымызды жаю барысында осылай шамалы ұн себе отырып, 4 бұрышты формаға енгенше жұп-жұқа көлемде жақсылап жайып аламыз. Егер қамырымызды 4 бұрышты формаға келтіріп жаятын болсақ, біздің печеньеларымыз өте әдемі болып шығады. Арасына осылай сүзбелі салмасын қамырымыздың барлық шетіне жеткізіп, тегістеп жайып аламыз. Құрамына қосатын сүзбеге кез келген үйдікі де немесе дүкеннің сүзбесі де жарай береді. Салмасын осылай толықтай жағып шыққаннан кейін, дәл видеодағыдай рулет тәріздес етіп орап шығамыз. Осылай орау барысында арасында ешқандай ауа қалып кетпейтіндей болу керек. Және де осылай орап алғаннан кейін, мен осылай ерекше пышақтың көмегімен бөліктерге бөліп, кесіп дайындап алдым. Соңғы бөлігін осылай қолымыздың ұшымен біздің арасындағы начинкасы шығып кетпейтіндей жабыстырып шығамыз. Осы ретте пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып аламыз. Бөліктерге бөлінген тәттілерімізді осылай пергамент бумагасы төселген формамызға салып, беті қызарғанша пісіріп аламыз. Дайын болған тәттілерімізге өз қалауыңызша қант ұнтағын сеуіп шықсаңыздар болады. Міне,
аздаған уақытта біздің шайға арналған тәттілеріміз дайын. Арасы толықтай піскен, құрамы өте қарапайым, бір жасағаннан өте керемет шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз.